Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге бүгін мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Еңбекші Қазақ аудандық филиалының оқытушысы Балжан Жақсылыққызы Ахметова. Бүгінгі біздің сабағымызда кездесетін жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Адал, ашушаң, аласа, ақ көңіл, әдемі, жомарт, жолдас, қаталдау, келбетті, мейірімді, мақтаншақ, қатыгез, тұйық, мінез, момын, өтірікші, пысық, сылбыр, сұлу, сараң, салмақты, сенімді, тартымды, орта бойлы, баяу қимылдайды, қысқа бойлы. Құрметті тыңдаушылар, жаңа сөздермен таныс болсаңыздар, сабағымызға қатысты бірінші тапсырма бойынша алдарыңызда беріліп тұрған сұрақтарға жауап беріп отырыңыздар. Ең жақын досыңыздың есімі кім? Онымен қашан таныстыңыз? Досыңызды ренжітіп алған кезіңіз болды ма? Егер ренжіскен кездеріңіз болса, қалай татуластыңыздар? Сіз үшін кешірім сұрау оңай ма? Досыңыздың қандай болғанын қалар едіңіз? Тамаша, берілген сұрақтарға жауап беріп болсаңыздар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы достар, жұмыс, өзге. Грамматикалық тақырып сұрау есімдігі. Алдарыңызда беріліп тұрған мәтінді менімен бірге оқып отырыңыздар. Шегенің ізі. Бір мінезі жаман жас жігіт болыпты. Бір күні әкесі оған бір жәшікті беріпті. Жәшіктің іші шегеге толы екен. Жігіт, әке, маған мына жәшік пен шеге не үшін керек? Деп сұрапты. Әкесі, достарыңмен әр жанжалдасып, немесе ренжісіп қалған кезде мына тақтайға бір шегеден қағып отыр, депті. Алғашқы күні жігіт тақтайға 10 шеге қағыпты. Одан кейінгі апталарда жігіт шегенің санын азайта бастапты. Бір айдан кейін тақтайға мүлде шеге қақпапты. Бұл жайды әкесіне айтыпты. Сонда әкесі жігітке тақтайды көрсетіп, ал енді, балам, бүгіннен бастап достарыңмен татуласқан, олардан ренжіткенің үшін кешірім сұраған, әр күнің үшін тақтайдан бір шегеден суырып алып таста, депті.
Біраз күндер өтіпті. Бір күні қараса, тақтайдағы барлық шегені суырып біткен екен. Сонда әкесі баласына тақтайды көрсетіп, «Балам, жарайсың, жарадың», депті. «Алайда мына тақтайға жақсылап қарашы. Шегелерді суырғанда қалып қойған көп тесікті көріп тұрсың ба?» Демек, тақтай бұрынғыдай таза қалпында, әдемі болып қалмайды деген сөз. Достарыңмен ренжіскенде, бір-біріңді түсінбеген кезде жаман сөздер айтылады. Әрбір айтылған жаман сөз өзінің артына мына шегелер сияқты қара тесік қалдырады. Жолдасың да, сен де өзара кешірдік, енді қайтадан доспыз дегенмен, дәл мына тесіктер секілді көңілде кірбің қалады. Бұл шындық. Сондықтан дос қадірін біліп, ешкіммен ренжіспейтін, араздаспайтын бол, балам. Әрқашан тату болғаның жақсы, деген екен әкесі. Құрметті тыңдаушылар, мәтінді оқып болсаңыздар, бүгінгі біздің сабағымызға қатысты грамматикалық тақырыпқа тоқталайық. Сұрау есімдігі. Есімдіктер заттың атын, сынын, санын білдірмейді, бірақ солардың орнына жұмсалады. Есімдіктер белгілі бір түсінікті немесе ойды жалпылама түрде мегзеу арқылы білдіреді. Сұрау есімдіктері сұрау мағынасымен қоса кейде саралау, жекелеу мағынасында да қолданылады. Сұрау есімдіктері: кім, не, неше, қанша, қай, қайда, қайдан, қалай, қашан, қайсы, қандай, нешеу, нешінші, тағы да басқа. Мысалы, сен қашан келесің? Мені қайдан көрдің? Хатты кімнен алдың? Жақсы, сабағымызға қатысты екінші тапсырма бойынша алдарыңызда берілген сұрау есімдіктерін пайдаланып, сөйлемдерді толықтырып жазып шығыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Бүгін сен қайда барасың? Оның жиені қалаға немен барады? Қандай мамандықты таңдайсың? Кітаптарды кімге бересің? Ағаң қай жылы шахматтан бірінші орынды алды? Мынаның қайсысы дұрыс? Сен қашаннан бері шаңғы тебумен айналысасың? Неге жиналысқа кешіктіңіз? Әкеңіз биыл неше жасқа толады? Бұл мәселемен кім айналысады? Тапсырманы тексеріп болсаңыздар, үшінші тапсырмаға көшейік. Алдарыңызда берілген сөйлемдерді толықтырып жазып шығыңыздар. Бірінші сөйлем үлгі ретінде беріліп отыр. Біз бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Жақын достар.
Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Біз бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Жақын достар. Айша деген қызбен таныстым. Қарым-қатынастың пайда болуы. Көп нәрсеге келіспейтін болдық. Қарым-қатынастың үзілуі. Досым көптен бері хат жазбады. Достықты бұзу. Балаларыммен жақсы сөйлесемін. Отбасылық қарым-қатынас. Құрбым сияқты киінемін. Біреуге ұқсау, еліктеу. Досым екеуміз күнде телефонмен сөйлесеміз. Тығыз қарым-қатынас. Құрметті тыңдаушылар, тапсырманы тексеріп болсаңыздар, назарларыңызға үй тапсырмасы. Алдарыңызда берілген сөздерге мұқият болыңыздар. Сөздерді мағынасына сәйкес бөліп жазыңыз. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.